Ой, блин. Ассаламу алейкум. Я тамақтан бері көңілге кеттім. Короче айтқанда ютубқа қайтадан жаңадан бағытта алып келейін деп ютубқа қайтадан кіріп келіп жатырмын десең. Қысқасын айтқанда бүгінгі видео бізде спиннинг пен яки спиннинг пин, спиннинг ролл есімде жоқ. Былайша айтқанда бүгін бізде осыны айналдыру болады. Ол не үшін керек десеңіздер, мынандай ситуацияны елестетіңіз, сіз мектепте отырсыз және де Так, бізге ең алдымен оны интернеттен қарап алу керек болады. Бұл трюкті жасау үшін кез келген ручка жарай береді. Ең бастысы баланс ұсталып тұрса болды. Яғни екі жағына колпачок кигізіп қоясың. Негізі оны арнайы таяқшамен жасауға болады. Бірақ та мен оны қолданбаймын, өйткені ол менде жоқ. Ең бірінші трюктің аты Stamp Around. Егер де ағылшынша дұрыс айтпасам, онда Sorry my English'ки десең. Так, біздің жаңағы трюкті жасау үшін 3 саусақты бірдей қойып, кейін соқ саусақпен үлкен саусақтың үстінен айналдырып, сосын қайтып ұстап алуымыз керек. Мен бұны easy жасаймын деп ойлады бұл балақай. What you say? That you only meant well. Есінші мен әлі үйренген жоқпын. Так, бұны жасау мен ойлағандай оңай болмады. Егер де бұны қатты айналдыратын болсақ, бұл қатты ұшып кетеді. Ал егер де жай айналдыратын болсақ, бұл онда жерге құлап қала береді. Демек біз не істеуіміз керек? Оны мен сіздерге алдағы уақытта қазір барлығын тәптіштеп айтып до конца түсіндіретін боламын. Ай, мынау астына түсіп кетті. Короче, ары шұқыладым, бері шұқыладым, сөйтіп мынандай нәрсені тықтым арасына, сөйтіп ала алмайтын болып, теріс жағын тықтым, ары тықтым, короче, содан кейін бақтырып шаң-шаң болып отыр ғой. Қолымда да таға алмайсың, короче. Сөйттім де бір амалын таптым, короче. Сөйтіп алғансың ғой. Енді тағы да бұны істеу үшін мен миллиондаған попыткалар жасауым керекпін деп қайта-қайта істей бердім. Наконец-то жасай алатындай бір деңгейге жеткенше, енді бұйырса соған жетемін деп ойлаймын. Мінекей аз қалды, әлі де істеп отырмын, және де мен мынандай нәрсе түйдім. Короче, арада бірнеше минуттар яки сағаттар өткен шығар. Бірақ мен әлі түсінбедім. Мынандай нәрсенің түрлі-түрлісін ауыстырып көріп жатырмын. Бірақ мен ойымша мынаның стабилизациясы жоқ, сондықтан да болар. Бірақ қайтсем де осыны істеуге тырысамын. Сағат түнгі қазір 11 яки 12 болды. Бірақ мен бүгін 24 сағаттың ішінде үйренемін дегендіктен үйренемін, короче. Бағанадан бері қиналып отырмын ғой, короче. Сөйтсем бұл оңай екен да. Оказывается, мына видеода көріп тұрғандарыңыздай ақырынға қойдым әке. Былай айналып, тек мынаның үстімен айналсақ, короче, мынаның үстімен ғана айналсақ болады екен да, бұл ше. Мен бұны мына жаққа апарып жатырмын ше. Сөйтсем былай екен. Енді неге пультты айналдырып көрмеске? Ай, болмайды екен. Содан кейін құтырдым да, мен тарақты қолыма ұстап алдым да, тарақты айналдырып көрдім. Ал содан кейін болса рулонды айналдырып көрдім. Содан кейін пышақ болмайды негіз. Пышақпен ойнауға болмайды. Шо тефальды айналдырған соң. Айналмайды екен. Онда неге холодильникті айналдырып көрмеске? Қолыммен ұстайын да ұстай алмайды екен. Так, келесі жаттығуды жасау үшін бізде біреуі мына қалай деп айтады, бас бармақтың ортасында қатты қысып бүйтіп айналдыратындай деңгейде тұру керек. Егер де бұны қатты айналдыратын болсақ, міне дәл мынау сияқты ұшатын болады, яғни космосқа қарай кетеді. Мәселе неде білесіздер ма? Менің мынандай айналдыратын таяқшамда, палкамда бір мәселе. Енді неге оны ауыстырмайсың деп айтатын болсаңыздар, қазір сағат 12, сондықтан барлық жер жабық. Енді осымен айналысуға тура келеді. Бұны сәл де болса үйреніп алғаннан кейін мен аджимана жасап та бұны істей беретін болдым. Десең. Егер де бұны дұрыстап үйреніп алатын болсаң, көріп тұрғандарыңыздай тамақ жейіп жүріп те, басқа істеп те, короче, бұны жарайды. Істей беруге болады негізі. Қарасаңыздар, мен үйреніп алдым. Ой, тұра тұр. Қазір міне көріп тұрсыздар ма, әдемі істеп жатырмын. Дәл осылай істеу үшін қаншама сағаттарымды құрттым. Так, енді келесі кезеңге өту керек. Мінекей бұл әдістің атын ұмытып қалдым, бірақ та барлығын айналдырып шығамыз саусақтың. Және бұны тез істеу керекпіз.
міне көріп тұрғандарыңыздай осылай қайталай береміз болды. Мен бұл әдісті жатып та, телевизор көріп жатып та, бұны қайталай бердім. Так, в общем-то, достар, мінекей бүгін біз трюктарымызды аяқтаймыз. Жалпы қиын болды десем де болады. Өйткені қаншама сағаттарымды құрттым, және де мен жұмыстан шаршап келгендіктен бе сол бар, бір жағынан мынаның жуандығы бар. Мынау да қолға ыңғайсыз. Әттегене бір ручка болғанда солармен идеальный қылып көрсетермедім. Сондықтан да бұл видеоны біз 1-0 дейміз, өйткені бізде алда әлі келесі видео болады, Алла қаласа. Ол кезде арнайы ручка сатып алып, яки фломастер сатып алып, әдемі видео жасайтын боламын. Ол кезде басқандай трюктарды да қосамыз. Әзірге осы каналға жазылып, лайк басып тіркеліп кетіңіздер, видео ұнаған болса. Және достарыңызға таратып алдағы уақытта қызықты видео шығуын күтіңіздер деген тілейміз. Сіздермен болған Нұрекетай лайфта Нұрекетай жүргізеді. Сонымен бүгінге біз үйренген нәрсеміз temp around. Содан кейін charge ба сондай өшім. Келесі finger past and infinity деген трюк. Мінекей барлық трюктер осындай. Енді бұл негізі өте қызықты, білмеймін, жаттығулар деп айтайық па, қолға арналған. Бірақ та бұл айналадағыларға онша емес.